Сәлем достар, сіздермен бірге қорқынышты және қызықты оқиғалар. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыр. Бір түні менің мазам қашып, ұйқым келмей, мамама бардым. Мамам ұйқың келмесе, онда екеуміз есікті ашып ұйықтайық. Неден қорқасың деді. Сосын біз есікті ашып ұйықтадық. Маған қарама-қарсы мамам жатты. Бірақ мен сонда да ұйықтай алмадым. Ары аунадым, бері аунадым, ұйықтай алмай, телефонымды қосып, музыка қарадым. Бір уақытта мен мамам жаққа көз салған кезімде қорқынышты дыбыс шыққан еді. Сөйтсем мамамның үстінде бір аяқ тұр. Ол қандай аяқ екенін білмей қатты қорқып кеттім де жоғары қарадым. Жоғары қараған кезде бір адам тұр. Көздері қап-қара, денелері аппақ болып кеткен, қорқынышты. Және ол кісі қимылсыз тұрды. Мен сөйлей алмадым, мама деп айқайлай да алмадым. Бірақ ол кісі күлді. Ол күле берді. Құлағына дейін жетті күлгені. Бүкіл аузы көрінді. Көздері қап-қара, шаштары тұрып кеткен. Сосын мен бар күшімді жинадым да «Мама!» деп айқайладым. Сол кезде ол өзінен өзі темекінің түтініне ұқсап жоқ болып кетті. Мамам келіп мені құшақтады. Және барлығы жақсы болады, қызым, жай көзіңе көрінген шығар деп мені жұбатып ұйықтап қалды. Мен қайттан телефонымды алып шұқыласам, қызық, ешқандай нәрсе басылмайды. Кнопкаларын ары басам, бері басам болмайды. Музыка тыңдалмайды. Сосын шұқылап тастай салдым. Түні бойы ұйықтай алмадым. Таң атты. Мен қозғалсыз отырдым. Барлығы ұйқысынан оянды. Мен қайттан телефонды алдым, сындырып жібердім. Неге ол ондай болды екен?